Ал қадірменді ағайын, сіздермен Фил сүресінің талдауына тоқталып өтейік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алам тара кайфа фа'ала раббука би асхабил фил. Мына жерде мәт бар, иә? Мына жерде мәтті, мына жерде уасыл хамзасы, иә, білесіздер. Уасыл хамзасы бар, бұл оқылмайды. Яғни қамари әрпі болғандықтан фа әрпі ләм оқылады. Мына жерде фил деп ләм мәтті арт жасадық, иә? Фил деп 2-ге, 4-ге, 6-ға созуға болады. Яғни сукун қыламыз соңын. Алам яджал кайдахум фи тадлил. Алам яджал деген кезде мына жерде қалқала бар, иә? Біз өткен болатымыз. Бә, джим, дәл, қаф, та әріптері сөздің соңында немесе ортасында сукун болып келген кезде қалқала жасаймыз, тербетеміз. Өйткені бұл әріптер өзі яж деп жабылған кезде оқылмайды дағы, яжа деп ерінді ашқан кезде оқылатын әріп, дыбысталатын әріптер, иә? Алам яджал кайдахум фи тадлил. Мына жерде де мәтті артқып тоқтадық. Енді мына жерде бір ескере кететін жайт. Дат әрпі бар ғой, жуан әріп. Дат әрпіне біз бұл сукун болып келген кезде ешқандай не жасалмайды, қалқала жасалмайды. Біз бұған қатты ескеруіміз керек. Бұл дәл әрпі емес, дат әрпі. Таб, кәдімгі таб, топ-тұнық болу керек. Таб деген сияқты ешқандай қалқала жасалмау керек. Фи тадлил. Ешқандай қалқала жасамай, таб деп ұстайсыз да, тадлил деп келесі әріп көтесіз. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا деген кезде мына жерде изхар бар, иә? Сукунды нун немесе тәнуиннен кейін изхар әріптерінің бірі келетін болса, ол, иә, алиф, ха, ха, айн, ғайн біз өткен болатымыз, иә? Ха әріптер, сол әріптер келетін болса, алты әріп тәнуиннен немесе сукуннан кейін ешқандай қосылмай, тәнуин сукуннун өзі ашық оқылады. Тайран абабил. Мынау алиф оқылмайды бұл. Бұл да жаңағындай уасыл хамзасының орнына жүріп кетеді, бұл оқылмайды. Тайран деген кезде тәнуиннің өзін оқисыздар. Абабил. Мәт және мәт, мына жерде мәт табиғи және мәт арты, тоқтаған кезде. Тармихим бихиджаратин мин сиджил. Енді мына жерде тармихим бихиджаратин деген кезде мынау бә мен мимнің ережесін біз өткен болатын, иә? Сукунды мимге қатысты 3 рет өткен кезде біз айтқанбыз, сукунды мимнен кейін бә әрпі келетін болса, сукунды мимді ихфа қылып, яғни жасырып, мұрынмен ыңылдап оқимыз. Яғни сукунды мимді оққан кезде біз айтқанбыз, мына еріннің тармихим деген кезде мимді толық оқымаймыз, және мынау еріннің арасынан бір жапырақ немесе бір қағаз өтетіндей кішкене ашық қалдырамыз деп тигізбей. Тармихим бихиджаратин мин сиджил. Яғни сукунды мимге қатысты 3 ереженің екіншісі, ерін ихфасы. Енді мына жерде бихиджаратин деген кезде тиммин дейді. Мына мимға қосылған кезде бұл жерде идғам бар, иә? Тәнуин нун немесе сукун нуннан кейін идғам әріптерінің алтауы келетін болса, оның ішіндегі 4-еуі мына мим, вау, я, нун әріптері бұл мұрынмен ыңылдап шығады. Сол себепті мінекей сізге көрсетіп қойған шәддәні. Мына тәнуиндің соңғы нунын қосып, бихиджаратин мұрында мимді шәддәнен мұрынмен шығарасыз. Тижа бихиджаратин мин сиджил. Мына жерде сукунды нун немесе тәнуиннен кейін ихфа әріптері келетін болса, нунды жасырамыз дедік, иә? Нунды немесе тәнуиннің соңғы нунын мин деп кішкене ыңға қарта, иә? Мин сиджил. Мына жерде мәттар. Фаджаалахум каасфин маъкул. Мына жерде де каасфин деген кезде мына жерде де идғам бар, мұрынмен, иә? Каасфин ма. Одан кейін біз хамзаның үстіне сукун келген кезде қалай оқылатынын өткен болатынбыз, иә? Маъкул деп кішкене ма деп тоқтайсыздар. Маъкул. Мынау алдыңғы сабақта біз айттық. Мына мим не үшін тұрған, мынау иқлапты білдіреді. Мына негізі асылы тәнуин. Егер
келесі сүренің бисмилласымен жалғастырған кезде тәнвин нун немесе сукунду нун немесе тәнвиннен кейін бә әрпі келетін болса иқлап болады дегенбіз, иә. Яғни сукунду нунды немесе тәнвиннің соңғы жағындағы нун дыбысын мимға айналдырып ғуннамен шығарамыз дегенбіз. Мәккулин бисмиллахир-рахманир-рахим деп онда жалғастырып кетеміз егер мына жерде тоқтамасақ. Мінекей Фил сүресінің талдауы осындай. Жақсылап иншалла үйде қайталаңыздар. Ақырын осылай ережелерді сіздермен иншалла үйрене береміз.